Құрметті салық төлеуші, электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде авторизациялау және қол қою үшін QR пайдалану бойынша функционал іске асырылғанын хабарлаймыз. QR-ды пайдалану үшін электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі порталында жүйеге кіру батырмасын басып, QR көмегімен кіру авторизация түрін таңдайсыз. Мобильді құрылғы арқылы eGov Mobile қосымшасын ашыңыз. Әрі қарай қосымшаның басты бетінде eGov QR батырмасын басыңыз. Содан кейін QR кодты сканерлеп қол қойыңыз. QR кодын электрондық құжаттарға қол қою үшін де пайдалануға болады. QR қол қоюды электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінің мобильді қосымшасында да пайдалануға болады. Ол үшін мобильді қосымшадағы электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінің басты бетіне кіру, әрі қарай QR арқылы кіруді таңдаңыз. Содан кейін eGov Mobile-ге өту қажет. QR көмегімен электрондық құжаттарды ғана емес, сондай-ақ электрондық сандық қолтаңба пайдаланатын электрондық шоттық фактуралар ақпараттық жүйесіндегі әртүрлі параметрлерге қол қоюға болады. Техникалық қолдау қызметі 24/7 қолжетімді.